Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Бүгін Өзбекстан мемлекетінің басты шахматтық үміті Нодирбек Абдусатторовпен танысайық. Сонымен Нодирбек Абдусатторов 2004 жылғы гроссмейстер, 2677 стандартта, 2713 рапид. 2021 жылғы рапид бойынша әлем чемпионы, 22-де ол деген Шаржа Мастерс тұтты, Вугар Гашимов атындағы мемориалды тұтты, өте мықты ойыншылардың бірі. Жалпы Өзбекстан мемлекетінің басты шахматтық үміті деген ақпарат бар. Оның қарсыласы Ян Кшиштоф Дуда, 98 жылғы гроссмейстер, 2731, Польша мемлекетінің азаматы. Естеріңізге сала кетейін, бұл деген әлем кубогының иегері болған кезінде. Нодирбек Абдусатторов туралы не айтамыз? Әжесі жатқызады екен, бірақ бала деген май шамдалады екендер түнде есеп шығарады екен. Осының нәтижесін сіздер әрине қазір көріп отырсыздар. Сонымен рапид бойынша әлем чемпионатында осы екеуі кездескен екен, енді партиясын тамашалайық. Сарбаз негізгі орталық қойды, АЦ6 ПЛБ5, Руй Лопес немесе Испания партиясы, Берлин Дефенс, Берлин қорғанысы, АТФ6 Д3. Бұл Абдусатторовтың жиі қолданатын варианттары С5, Ч5 және ат Д2. Ат Д7, патшаны сырғызды, бұлай С4, әрине мына негізгі орталықтағы сарбазға шабуыл жасап тұр, бұлай және патша H1. Болашақта әрине F4 деген әрекет жасайды, сол себепті өзінің патшасын алып тастады. А5, А4, Б6, Б3, F6. Бұл жерде айта кететін жағдай, піліңіз қара, сол себепті сарбаздарды ақ түске орналастырған өте дұрыс. Өйткені ақ піліңіз жоқ, оның міндетін біреу атқару керек. Піл А3, Ч7, С5, И3, И6, А1, Д7, Д2. Әрине, екі тураның екеуін байланыстыру және екеуінің осындай өзара ықпалдастығын жүзеге асыру. Д8, С3, И1, И6, Д2, Д4, С4, И7, Д2. Әрине, белгілі бір әңгімені айтуға болады, бірақ бұл жерде әлі күрделі маневрлар болып жатыр. Ең бастысы әрине ақырындап маңызды торларды басып алуға тырысу. Б4, Д1, С5, F3, F2 және F4. Енді бірінші қақтығыс әрине негізгі орталықтағы сарбаз Нодирбекке ұнамайды, сол себепті оның көзін жоюға тырысады. Ч7. Былай қарасаңыз, кішкентай болса да басымдыққа ие болды. Неге? Негізгі орталықтағы сарбаз бар, ал қарсыласта ондай сарбаз жоқ. Піл И6, И1, Б4, А1, H6. Көрдіңіздер ме? Пілдері ақ болғандықтан өзінің сарбаздарын қара түске орналастырды. Байқасаңыздар, мына жақта мынау да барлығы деген әдемілеп тұрып қара түсте орналасқан. H3 өте жақсы жүрістердің бірі. Жел көз дейді, немесе форточка дейді. Сол форточка жасаған кезде, немесе жел көзді ашқан кезде, міндетті түрде пілдің түсіне мұқият қараңыздар. Егер де піл ақ болатын болса, онда қара торда жел көз ашасыздар. Ал егер де піл қара болатын болса, ақ торды ашқандарыңыз дұрыс. H7, F2, C5, C1, I6, D2, былай F3, былай I1, G5. Әрине, бұны айырбастамайды, оған ол қызық емес. H4, I6, G6 және F4. Бұл жердегі айта кететін жағдай, маневрлар өте көп болады. Бұның ең басты мақсаты неде? Ақырындап көзге көрінбейтін басымдықтарға ие болу. Былай I2, былай G3 және H4. Бұл жерде не есімізге түседі? Атақты Вильгельм Штайнец ережесі. Егер орталық тұрақты болатын болса, онда оң қанатта, немесе сол қанатта емін-еркін шабуыл жасаңыздар болады. D4, H2, G4, I3, уәзір I5, C4 және I негізгі орталыққа өзінің сарбазын қойды. Сонымен, мен түсінбей, мүмкін уақыт аз болған шығар, бірақ осыдан кейін тағы да 45 жүріс жасайды. Сол себепті мен үшін түсініксіз, не себепті бұл жерде Ян Кшиштоф Дуда ат С2 деген іс-әрекет жүрді. Мүмкін
практикадағы бір қолданатын нәрсесі шығар, бірақ мен үшін түсініксіз. Не себепті ол деген еламан жұртнышта өзінің атынан айырылғаны мен үшін мүлдем түсініксіз. C2 және B5. Мүмкін осы варианттарды есептеп, ол белгілі бір басымдыққа жетемін деген ойдамын. I6 әрине өтетін сарбаздың мықтылығын Нодирбек Абдусатторов әдемілеп тұрып көрсетеді. Бұлай және ат I4. Жалпы позиция күрделі, әрине Ян Кшиштоф Дудаға қарсы ойнау оңай емес, бірақ Нодирбек те оңай жау емес, және не себепті бұлай еламан жұртнышта емін-еркін өзінің атынан айырылбаған мен үшін түсініксіз. H5 жедік шах, бұлай I6 және жедік. Жалпы мен түсінбеймін, ешқандай ақтарға шабуыл жасайтын ешқандай негіз жоқ. Ат C6-да 8 аяқ деп атаймыз. Біз үнемі бұл атты негіз 8 аяқ, өйткені Night Octopus көбінесе ағылшын тілінде қолданатын мынандай әдемі сөздердің бірі. Ағылшын тілін міндетті түрде оқыңыздар, өйткені болашақта міндетті түрде керек болады. D5 I3, бұл жерде Филидор ережесін есімізге түсірсек болады. Үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екенін сіздер деген көрсеңіздер болады. Бұлай жедік және бұлай. Өтпелі шабуыл дейді. Өтпелі шабуыл бұлай жедік. Әрине мүмкіндік бар болса, сіздер деген ойыншыларын азайтуға тырысыңыздар. Егер де ойыншылар аз болатын болсын, онда ол деген тез жеңіледі. D4, I2, F4, жедік, D3 және тура I1, жедік. Осымен шын мәнінде ойын аяқталды, бірақ көбінесе мойындағын келмейді, позицияның қирағанын мойындағын келмейді, міне осындай жағдайлар бар. D5, B2, D4 және тура A1. Бұл жерде Нодирбектің әрине Зигберт Тарыштың ережесін жақсы білетіні байқалады, ол өзінің турасын артынан орналастырады. D2, D1, бұлай D, A5, A6, B2, D3 және C5. Өте қиын позиция, қорғану мүмкін емес, шетте тұрған өтетін сарбаз, оған көмектесетін ат, және оған көмектесетін тағы да тура, бұл енді позиция өте оп-оңай. Бұлай A6 патша негізгі орталыққа қойды, және D1. Бұның ең басты мақсаты неде? Әрине патшаны қорғанысқа мысалы қосқызбау. Әрине қара патшаны жақындамау үшін барлық амалдарды пайдаланады. Бұлай D7 қомағайлар қатарына кірді, бұлай және патша F2. Ойынның соңындағы патшаның белсенділігі, мен бұл туралы өте жиі қайталаймын. H4, F3, I3, D3, C5, жедік және патша F2. Бұның ең басты мақсаты әрине мына шетте тұрған өтетін сарбазды ұстау және бақылауда ұстау. Арон Исаевич Немцовичтің сүйікті сөзі бар, өтетін сарбаз ол қылмыскер, сол себепті ол қылмыскерді сіздер деген жіті бақылауда ұстап тұру керексіздер. H8 G1, H2 H1. Осымен шын мәнінде ойын аяқталды. I5 және сарбаз A7-ге барды, C7-ні жедік, B7, бұлай, D7 және B8. Осымен қара тураны ұстап алды, қалған енді мүлдем қарапайым жедік және C6. Осымен ойын аяқталды. Көрдіңіздер ме? Тағы да бір рет ескертем, Нодирбек Абдусатторов өте мықты ойыншы. 2023-те міндетті түрде үміткерлер жарысына талпынады және өзінің үлкен ағасы деп айтуға болады. Рустам Машрукович Қасымжановтың жетістігін қайталауға барынша тырысады. Әлем кубогына да ол деген қатысады және әлем кубогының иегері болуға да ұмтылады деген ойдамын. Жалпы басты шахматтық үміті сол. Келесі қарсыласы Ян Непомнящий туралы білесіздер деген ойдамын. 2023 жылдың көктемінде Динг Лерен және Ян Непомнящий арасындағы матч болады. Бұл туралы да сіздер хабардар деген ойдамын. Өткен жылы, 22 жылы, 20 шілдеде Магнус Карлсон әлем чемпион атағынан бас тартты және бұны мен қорғамайым деді. Сол себепті
үміткерлер жарысындағы бірінші және екінші орын алған Ян Непомнящиймен және Динг Лирен дейді, Динг Лижен дейді. Енді оны қалай, нақты қытайша қалай болатынын білмеймін, бірақ партияны бақылайық. Негізгі орталыққа қойды C5, AT3, I6, D4, CD, AT4. Бұлай қарасаңыз, Луи Паульсен вариантын оқсайды, бірақ мына жақта басқа жазылып тұр. Sicilian Four Knights дейді. Four Knights деген сөз 4 ат варианты дегенді біледі. 6F6 әрине бұлай жүрге болмайды. Бұлай жүрге болмайды егерде бұлай жүретін болсаңыз, онда шах, біріншіден мына патшаға және мына сарбазға шабуыл жасалынады. Бұндай әрекеттер жасау болмайды. Бұлай және ат C6. Ат B5, бұның ең басты мақсаты әрине мына D6-дағы торға орналасу, және мына қара патшаға шабуыл жасау. Бірақ оған мән бермейді және піл B4 деген іс-әрекетті жасайды. Міне көрдіңіздер ме? Жаңаша шахмат осындай, негізгі варианттар осындай, сол себепті сіздерде біліп жүріз деген ойдамын. A3, G4 және D5. Интернетте бұл өте танымал варианттардың бірі. Негізгі вариант әрине D7, содан кейін пілді D3-ке қояды. Патшаны сарайға кіргізеді және піл G4. Міне осы варианттар интернетте өте танымал. Мына оқшауланған сарбазға ешкім көңіл аудармайды. Сол себепті бұл жиі қолданатын варианттар. Бірақ Ян Непомнящий бұны әрине жақсы біледі, және бұл әрекетке ол деген піл D3 деген әрекет жедік, және жедік осымен бұл жерде эншпиль басталды. Әрине күрделі эншпильдердің бірі, сол себепті таңғалудың қажет жоқ. Піл D7, D2 және сарбазды негізгі орталық қойды. Тағы да бір рет ескертем, піліңіз егерде ақ болатын болса, онда барынша өзіңіздің сарбаздарыңызды қара түске орналастырған абзал болды. Өйткені қара піліңіз жоқ, оның міндетін атқаратын біреу болу керек. Тура I1 және F6 және патшаны сарайға кіргізді. Патша C3. Көрдіңіздер ме? Бұл енді жаңаша варианттар, көрдіңіздер ме? Біріншіден патша D2, патша C3. Бұл енді үйде дайындалған варианттардың бірі, соған байланысты таңғалудың қажеті жоқ. Осылай патшамен жүре береді, және бұның кемшіліктерін болашақта Нодербек көрсетеді деген ойдамын. Ат I7 бұлай және C6. Мына піл оған ұнамайды, сол себепті көзін жоюға тырысады. D3, әрине мынаны жеуге болмайтын шығар. Егерде мынаны жейтін болсаңыздар, онда мынандай іс-әрекеттерінің арқасында қарсылас деген сіздің өтпелі шабуылды пайдаланады да G7-дегі сарбазыңызды жеп кетеді деген ойдамын. H5 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта емін-еркін шабуыл жасасаңыздар болады. H4, C7, A5 әрине мүмкіндік бар болса, кеңістікті бермеу керек. Кеңістікті беріп қоятын болсаңыздар, онда қиын болады. Екі пілдің артықшылығы неде? Олар деген бүкіл тақтаны қамтиды және ақ түстерді, қара түстерді бақылауда ұстайды. F4 және I4. Өте жақсы позициондық шешім, немесе стратегиялық шешім. Бұның ең басты мақсаты не? Мына атқа F5-тегі торды сатып алу. Бірақ сатып алудың салдары сіз сарбаздан айырылып қалдыңыз. Піл I4, жедік және ат F5. Піл I3, жедік және C4 шах және F2. Сіздің атыңызға шабуыл жасады, F5 және C5. Көрдіңіздер ме? Мына атқа да және мына сарбазға да шабуыл жасады. Бұның барлығын әрине Нодербек есептемеген сияқты, бірақ жағдай қазір қиындап барады. G6, жедік, шах және G1. Бұл жерде айта кететін жағдай, Ян Непомнящий бір оп-оңай шағылатын жаңғақ емес, әлем чемпионы атағына үміткерлердің бірі. Сол себепті осындай іс-әрекеттер. H4 және C1 және D6. Содан кейін қарсылас деген өте үлкен өрескел қате жібереді. A5 деген, сол себепті сіздерге деген өтініш, бұл жерде 5 секундқа паузаға басып, өздеріңіздің осы жүрісті ойлап табуға мүмкіндік берейін деп тұр.
Сонымен 1, 2, 3, 4 және 5. Әрине бұл деген тура А8. Міне өте керемет жүріс. Осыдан кейін ақтардың жағдайы өте қиын. Бірақ жүріс, көрдіңіздер ме? Бірақ жүрістің арқасы. Егер де мысалы осы позицияда ол деген тура B5 деп жүргенде өте керемет болар еді, иә? Көрдіңіздер ме? Өте керемет болар еді. Бірақ өкінішке орай деп айтуға болады. Кімнің өкінішіне? Ян непомнящийдің өкінішіне. Бұл деген осындай А5 деген іс-әрекеттің арқасында осындай жағдай болды. Әрине, тура А8, әрине негізгі вариантты көрсете салайын. Егер де Б6-ға болатын болса, мынаны жейді және өтпелі шабуыл амалын пайдаланады. Д2-ге барса, онда Ж1-дегі турасынан айырылып қалады. Міне осындай вариантты жіберіп алды және үлкен қателікке бой алдырды. Тура А8, жедік және піл F2. Жедік, D2 қомағалар қатарына кірдік, H4, C5, әрине мына сарбаздың қал жағдайын білу, былай және ат патша I6. Әрине мына F6-дағы сарбаздың қаншалықты маңызды екен, мына маңызды екен сіздер қосарланған болса да, ол маңызды қорғау керек. Былай жедік және I2, F4, жедік, шах, кірдік. Енді қалғаны аса қиын емес. Бұндай деңгейдегі ойыншылар үшін бұл енді мүлдем қиын емес. Патшаның белсенділігі F1, шах және былай. Көріңіздер, бұл жақта да мысалы өте жақсы жасайды. Зигберт Тарраш ережесін есімізге түсіреміз. Артынан орналастырады. Жедік, былай, B1, F3, жедік. Және осымен ойын аяқталды. Міне осындай партия. Тағы да бір рет ескертемін сіздерге. Нодирбек Абдусатторов, Өзбекстан мемлекетінің шахматтық үміті, басты шахматтық үміті деп емін-еркін айтуға болады. Міндетті түрде ол деген 2023 жылы ол деген әлем кубогына қатысады бұйырса, міндетті түрде үміткерлер жарысына кіруге тырысады. Сол себепті болашақта әлем чемпион атағына күреседі деген ойдамын. Танысыңыздар және біліп жүріңіздер осындай көршіміз, осындай мықты көршіміздің бар екеніне. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.